Диана дайын екенсің, айта ғой салған суретіңді. Мен мынандай сурет салдым. Нен сурет ол? Өйткені мен осындай сурет жақсы көремін. Мен мынадан әдемі құрастырып едім. Қазір айтып беремін. Аспандан бұлттар несі түрлі түстен жарқылап тұр. Күн сәулесін шашып. Ал үйрек аяғын көтеріп түсірді. Тап-таза әдемі суда тұр, үйреге. Иә. Демек, тазалық жақсы көресің, Жарайсың, тоқтап басылмай қапты қазір. Мен бұққа сақасында ұшқым келеді. Ал күн, ол күн сәулесін шашып. Ал мына суреттегі кімдер? Мәрмәр апай мен күйеуін салыпты біздің бал сезім, біздің Анша апайымызды. Ал мен түйетті мұсын салған әкемді өткенмен түйетті жақсылым. Және мен бүйдерді жақсылым. Ал сен Мәрмәр апайды не үшін салдың? Өткенмен Мәрмәр апайды жақсы көремін. Жарайсың. Ал біздің сезім не салыпты екен көрейік? Кім суретін салдың? Мамам. Мамасының суретін салыпты сезім, Не айтасың суретің туралы? Мен мамамды қатты жақсы көремін. Садикті де қатты жақсы көремін. Мамасын да, садикті де жақсы көреді екен, Бір мереке ма, сондай болып жатыр ма? Шарлар салып қойыпсың, Мен садикті жақсы көремін. Ал, біздің айым нен суретін салып? Айта ғой. Мен үйімді және күндерімді салдым. Және кемді қосақты күнді бұлтты салдым. Солардың бәрін мен суретті жақсы көремін. Өйткені мен папамды, анамды жақсы көремін. Налар кімдер? Папам, мамам, сіңлім, мен. Өздерің отбасыларың, Жарайсың. Ал, Рамазан суретін көрейік. Рамазан, сен нен суретін салдың? Мен алманың күннің, бұлттың, емнің. Нау сенде алма ағашы ма сонда? Алмалар жерге төгіліп пісіп салып тұр екен, Демек, сенде табиғат жақсы көресің, Жарайды. Ал, біздің әдемі бір емес, екі сурет салыпты. Ал, суретін туралы айта қойшы, әдемі. Мен гүлдерді қатты жақсы көремін. Өйткені олар қатты. Әдемі болады, Иә, әдемі. Гүлдер не үшін керек бізге? Өйткені олар табиғат, пайдалы. Жарайсың. Істері Істері әдемі дейді. Ал, мына екінші суретің ше? Ол мамам мен мен. Мамасы мен біздің әдемі екен. Екеуің қайда бара жатсыңдар? Базарға. Базарға бара жатыр екен. Біздің әдемі мамасын өте жақсы көреді екен. Жарайсың. Мына суретте біздің Али не салған? Машина. Не үшін машина салдың? Машина айдағысы келеді екен, Бұл сонда сен өзің машинаң ба? Кейін осындай машинаң болса екен дейсің, Ама кім? Али, сен машинаға қасыңа кімді отырғызып алғансың? Мамаңды? Жарайсың. Бізде отырғызасың ба машинаңа? Молодец. Ал, мына суретте кімді салдың? Бұлар қай жақта жүр? Кімдер бұлар? Шомылып жатыр, балық ұстап жатыр дейді. Мынау Әли екен, шомылып жатқан. Мына жерде ағасы мен інісі деме қармақ ұстап жатқан. Демек сен суды жақсы көресің, жазды жақсы көресің, солай ма, Әли? Молодец. Амина, сен ненің суретін салдың? Тілек суретін, гүлдердің. Олар не үшін салдың? Мамам үшін. Өйткені мамам
Мамаңды қатты жақсы көргенді осы жүрекшелер арқылы білдіргің келді, солай ма? Иә. Жарайсың. Ал, біздің Нұрдәулет қандай сурет салыпты? Не суретін салдың сен, Нұрдәулет? Мен ба? Апам, атам. Мынау сенің апаң мен атаң, е? Иә. Тағы ненің суретін салдың? Нелер мына жерде тұрғандар? Үйлері? Ол сендердің үйлерің ба? Иә. Өте әдемі, биік үйлері бар екен Нұрдәулеттің. Ал мына не? Машина. Машина. Демек, машинаң болған қалайсың, е? Жарайсың, арманға жет. Ал, Алихан, сен ненің суретін салдың? Үйдің, көп қабатты үйдің суреті екен. Не деген керемет, әдемі сурет. Суретің туралы айтып берші. Мыналар нелермін? Мыналар. Алихан? Мынау қол жуатын екен. Мынау ванна дейсің ба? Ой, біздің Алихан не деген суретші? Тағы? Мыналар не мыналар? Алмалары бар екен. Мынау кім, Алихан? Ол сен. Ал мына жоғары қабаттағы кімдер? Інің мен сен, е? Үйіңнің осында үлкен болған қалайсың, е? Екі қабатты. Ал мынау не сенде, Алихан? Машина. Молодец, Алихан да біздің өте әдемі салады екен сурет. Жарайсыңдар.